Шайтанмен сөйлескен сахаба. Бұл оқиға Мұхаммед саллаллаху алейхи салам заманында Мәдина шаһарында болған еді. Рамазан айында жиылған пітір садақадан мұқтаж адамдарға үлестірілетін азық-түліктің есебін жүргізу және оны қараудау қызметі пайғамбарымыздың ең сүйікті, ең жас сахабаларының бірі Абу Хурайраға бұйырылыпты. Жас келсе іске дегендей, сахаба өзіне міндеттелген тапсырмаға жауапкершілікпен қарап, асқан ыждахатпен орындауға бой ұрады. Күн бата шам намазын өтеген сахаба әр түні құптан намазы уақыты енгенше тәсбih аударып, Алланың нұрлы есімдерін зікір етіп, азық-түлік тұрған қойма жанындағы бөлмеде отырады. Дағдылы әдетімен тәсбih аударып отырған сахаба қойма жақтан біреудің ентігіп азық-түлікті ұрлап жатқан байқап қалады. Сахаба сақтықпен жайлап қойманың есігін ашқанда, бір жүзі таныс қарт адамның азық-түлікті көсеп алып жатқанының үстінен шығады. Сахаба ұрыны ұстап алады да: «Алламен ант етейін, мен сені Мұхаммед саллаллаху алейхи саламға алып барамын» дейді. «Мен азық-түлікке өте мұқтаж отбасының иесі едім. Үйімде 10 шақты ұл қызым аштықта отырғаны бүгін 3-ші күн. Құлдығың болайын жаным, мені Алла елшісінің алдына апара көрме» деп жалынады ұры. «Жарайды, аппақ сақалымен енді мұндай харам істен ада болғаныңды қалаймын» деп Әбу Хурайра ұрыны босатып жібереді. Таңертең қойманы көруге келген пайғамбар: «Ей Әбу Хурайра, кеше түндегі тұтқындағаныңды не істедің?» дейді. «Уа Алланың елшісі, ол бір азық-түлікке өте мұқтаж болған мұсапір екен, аяп босатып жібердім». «Ол саған өтірік айтты, әлі қайтып тағы келеді» деді Мұхаммед. Алла елшісінің ескерту сөзінен кейін сахаба өте сақтықпен қойма есігін тіпті торуылдайды. Әдеттегіде шам намазын өтеген сахаба бір кезде қойма ішінен біреудің ентігіп заттарды ұрлап жатқанын пайымдайды. Азық-түлікті кәсіп дорбасына салып жатқан қарт ұрыны тағы да ұстап алады. Ұры екі көзі мөлтілдеп жылап: «Ешқандай амалым болмады. Балалар аштықтан шырылдап жылағаннан кейін келіп едім. Ақсақалыммен өтініп сұраймын, мені Алланың елшісіне апара көрме. Енді мұнда ешқашан қайтып келмеймін» деп сахабаның аяғын құшып өлердегі сөздерін айтып, жылап, уәдені үйіп төкті. «Бала шағамның көз жасы үшін мені артық рет босата көр, күнім» деп үздіге жалбарынды ұры. Әбу Хурайра оны тағы да мүсіркеп, жаны ашып босатып жібереді. «Бірақ енді мұнда аяқ басушы болма» деп қатаң ескертіп уәдесін алады. Ертесіне қойма алдында отырған сахабаға Алланың елшісі келіп: «Ей Әбу Хурайра, тұтқыныңды не істедің?» дейді. «Уа Алланың елшісі», ұры көз жасын төгіп жылап жалбарынғанда жүрегім езіліп, қатты аяп, тағы да босатып жібердім» дейді сахаба. «Ол саған тағы да өтірік айтты, әлі қайтып келеді, енді өте сақ бол» дейді Мұхаммед саллаллаху алейхи салам. 3-ші күні шам намазын өтеген сахаба қоймаға енсе, баяғы таныс қария дорбасына нықтап азық-түлікті бар ықыласымен салуға кіріскен үстінде ұстап алады. «Енді сені міндетті түрде Алланың елшісіне апарып табыстаймын» деп қолынан бекем ұстап сүйрейді. «Жарығым, құлдығың болайын, мені қоя бер, Алла саған пайда келтіретін бір сөздер үйретемін» дейді ұры. «Ол не сөздер?» «Төсегіңе жатарда аятул курсиді, яғни Бақара сүресінің 255 аятын оқы. Сонда Алла тарапынан бір қорғаушы періште қасыңда болып, таң атқанша шайтан саған еш жақындай алмайды» деді. Сахаба осы айтқан кеңесі үшін ұрыны тағы да босатып жіберді. Таң ата хал жағдайды білуге келген Алланың елшісі Абу Хурайраға: «Кешегі түнде ұстаған тұтқыныңды не істедің?» деді. «Уа Алланың елшісі, Алла онымен маған пайда келтіретін бір сөздер үйрететін айтқан соң оны босатып жібердім». «Ол не сөздер?» «Ол маған
төсегіне жатар алдыңда аятүл курсиді оқы. Аллаху ля илаха илля хуал хайюл қайюм аятын басынан аяғына дейін оқы деді. Және де ол маған, сонда Алланың мархабатымен бір қорғаушы періште қасыңда болып, таң атырғаныңша шайтан саған еш жақындай алмайды деді. Сонда сабырмен тыңдаған пайғамбар, ол саған суайт бола тұра рас айтыпты. 3 түннен бері кіммен сөйлесіп жүргеніңді білесің бе, ей Абу Хурайра? Жоқ, шындығында біле алмадым, Расулаллах. Ол шайтан еді. Сонда сахаба ауыр дем алып болып, астағфируллах, астағфируллах, астағфируллах деп өз-өзіне әзер келген екен. Сол оқиғадан кейін Абу Хурайраға пайғамбарымыз былай деп кеңес берген. Пендені құтқарушы 3 нәрсе, қиратушы 3 нәрсе, дәрежесін көтеретін 3 нәрсе, күнәларын жуатын 3 нәрсе бар. Олар құтқарушы 3 нәрсе, оңашада да, жарияда да Алладан қорқу, кедейлікте де, байлықта да жақсы ниетте болу, разылықта да, ашуда да әділ болу. 3 қиратушы нәрсе, қатты сараңдық, созылмалы әуелік, өзіне өзі таң қалу. Дәрежені көтеретін 3 нәрсе, сәлемдесу, адамдарды тамаққа шақыру, жұрт ұйықтап жатқанда намаз оқу. Күнәні жуатын 3 нәрсе, суық түндерде дәрет алу, жамағат намаздарына бару, намаздан соң келесі намазды күту деп сахабаға батасын берген дейді хадис шарифте.